Сәлем достар, біз сіздермен түзу мен жазықтық арасындағы бұрыш, екі жақты бұрыш тақырыбынан алған есептерді шығарудамыз. Бізге берілген АВЦД, А1, В1, С1, Д1 кубы берілген. Кубтың бір қырының ұзындығы А-ға тең. Бізге табу керек АС қабырғасы мен ВС1 түзілер арасындағы бұрышты. Яғни табу керек АС және ВС1 түзілер арасындағы бұрышты табуымыз қажет. Енді суреттен АС-ны көрсететін болса, ол жерде А мен С төбесін қосамыз. АС түзуі мен В мен С1 тіктестерін қосамыз. Бұл екеуін қарастырсақ, бұл екі түзу екі жазықтықта жатыр. Яғни бұл екі түзу бір-бірімен айқас түзулер. Жазып алайық. АС түзуі мен ВС1 түзулері айқас түзулер. Айқас түзулер олар ешқашан қиылыспайды. Енді айқас түзулер арасындағы бұрышты табуды ескерсек, ол үшін бұл екі түзу қиылысатындай, бір жазықтықта қиылысатындай жасауымыз керек. Енді бізде қараңыздар, АС түзуі берілген және ВС1. Яғни АС түзуіне параллель болатындай А1, С1 түзуін қарастырамыз. АС түзуіне параллель А1, С1 түзуін қарастырайық. Олай ол үшін А1 мен С1-ді қосамыз. Сонда АС түзуі мен А1, С1 түзуі параллель және тең. Олай болса, АС түзуі мен ВС1 түзу арасындағы бұрыш, ол бізде А1, С1, В нүктесі. Мына бұрыш болып табылады. Сонда бізде енді қарастырсақ, ВС1 түзуі ВС, С1, В1, яғни жағының диагоналі болып табылады. Енді бір қабырғасы А болса, диагоналін таба аламыз. ВС1-дің ұзындығы ол бізде Пифагор теоремасы бойынша ВС-ның квадратына С1-дің квадратын қосқанға тең. Ал қабырғалар бірдей болғандықтан А квадратқа А квадратты қоссақ, түбірасынан бізде шығады түбірасты 2А-ға. Яғни ВС диагоналін тауып алдық. Дәл солай А1, С1 диагоналін табатын болсақ, А1, С1 диагоналі. Бұл жерде де А1, В1, С1, Д1 тік төртбұрыш, яғни квадрат болып табылады. Квадратта А1, С1 диагональ. Диагональ тікбұрышты үшбұрыш арқылы А1, В1-дің квадратына қосамыз В1, С1-дің квадратын. Ал квадрат кубтың барлық қырлар тең болғандықтан, бұның да ұзындығы түбірасты 2А-ға тең. Енді олай болса, бұл жерде тағы да А1 мен В-ны қосатын болсақ, бізде бір жазықтықта өтетін үшбұрышты көруге болады. А1, В-ны қосамыз. Сонда А1, В-да А1, В1, В жазықтығының диагоналі болып табылады. Яғни мұна үшбұрышты қарастырайық. Сонда А1, В-да квадраттың диагоналі болып табылады, және тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасы. Ол да А1-дің квадратына қосамыз А-ның квадратын. Бұл кубтың барлық қыры тең болғандықтан, бұның да градустық мәні түбірасты 2А-ға тең. Олай болса, пайда болған В-А1, С1 үшбұрышы дұрыс үшбұрыш немесе тең қабырғалы үшбұрыш. Үшбұрыш А1, С1, В тең қабырғалы үшбұрыш. Тең қабырғалы үшбұрыштың барлық қабырғалар ұзындықтар тең. Яғни А1, В-ның ұзындығы қанша болса, В, С1-дің ұзындығы және А1, С1-дің ұзындығы тең. Түбірасты 2А-ға тең. Олай болса, ізделінді бұрыш, тең қабырғалы үшбұрыштың бір бұрыш болғандықтан, бұрыш А1, С1, В-ның градустық өлшемі 60 градусқа тең. Балалар, біз сіздермен түзу мен жазықтық арасындағы бұрыш, екі жақты бұрыш тақырыбынан алған есептерді шығарудамыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.